Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Амалия өз шығарылымында Бурабайда демалуды армандайтынын, ал мен Алматы тауларында виртуалды демалысты армандайтынымды айтты. Бірақ сіз білесіз бе, жұмыстың да оң жақтары бар. Шынында да біздің жұмысымыздың арқасында сіз бен біз ең жаңа және өзекті ақпаратпен бөлісе аламыз. Өткен аптада холдинг басшылығы Ұлытау облысына жұмыс сапары барысында облыс әкімі Берік Әбдіғалиұлымен кездесті. Кездесуде аграрлық секторды, шағын және орта кәсіпкерлікті қаржылай қолдау, сондай-ақ өңірдегі тұрғын үй қорын дамыту мәселелері талқыланды. Сондай-ақ даму қоры және аграрлық несие корпорациясы өңірлік филиалдарының салтанатты ашылуы өтті. Тенгриньюс журналистерімен туралы және менің әріптесім Амалия туралы жазды. Онда өз оқырмандарына біздің жобамыз туралы, оның қазіргі жағдайдағы маңыздылығы туралы айтып берді. Сондай-ақ біздің тікелей басшымыз Болат Садықовтан сұхбат алды. Толық мақаланы біздің сайттан, сондай-ақ Тенгриньюс сайтынан оқи аласыз. Біздің Бәйтерек холдингі 10 жылдық табысты қызметін атап өтті. Ол үшін арнайы Атамекен бизнес арнасында арнайы репортаж шықты. Бұл бейнеде біз осындай әсерлі нәтижелерге қол жеткізуге көмектескен негізгі жобаларымыз бен серіктестіктеріміз туралы әңгімелестік. Біздің YouTube арнамыздағы репортажды қараңыз. Бәйтерек холдингі басқарма төрағасының бірінші орынбасары Нұрболат Айдапкелов 2023 жылдың бірінші жарты жылдығында АО қаржыландыру қорытындысы бойынша сұхбат берді. Сұхбаттың қысқартылған нұсқасын біздің әлеуметтік желілерден оқи аласыз. Назар аударғаныңыз үшін рахмет. Біздің барлық жаңалықтарымыз бен қызықты жобаларымыз туралы хабардар болу үшін біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Бізбен бірге болыңыз және қайта кездескенше дейін.